Selametsizler benim YouTube көрермендерим және ассалаумағалейкум YouTube көрермендерим. Сіздермен бірге мен Ералы Қазақстан тауық каналы. Сонымен ұйқыдан тұрып тауық балапандарыма жем берейін деп жатқам. Жем берейін деп жатырмын. Міне суына осындай жылы су алып келдім раковинадан. И мынандай смесь. Бұл сместе не бар? Бұл сместе анжол мен сіздерге видео түсіргем. Кім көрмеді анжол видеоларды қарап өтіңіздер. Бұл сместе мясо коспен рыба костың үстінде тұрған комбикорм, содан кейін кукуруза молотый. Дробленый дейді ғой сол. Короче, осын қазір комбикорм финиш. Осыны араластырам, кішкене суға шылаймын, потом үлкендерге берем. Сол қазір түсірем. Үлкендер дегенде үлкен балапандарға 2 айлық. Қазір түсірем. Так, достар, міне жасап қойдым, шылап жылы сумен шылайым. Вот. Енді қазір сіздермен бірге осыны береміз балапандарға. Кеттік. Қораға аттанайық. Так, достар, міне кішкентайлардың жемі дайын болды. Бұл кішкентайлар брудерда тұрған кішкентайлар. Бұларға рост және кукуруз, потом мясо кос, рыба кос. Осы бәрін араластырып, кішкене жүріп алып жылы суға шылап бердім міне. Осындай концентрация болғанша. Енді бұны қазір жемдеріне сеуіп береміз сіздермен бірге. Так. Кеттік ал ендеше. Так, міне аппаратыр. Бірінші жолдан мыналарға кіріп кетейік. Бұлар прям қарында ашып жатыр. Мына балапандардың. Вот. Халдары жалпы жақсы, жаман емес. Қарындары ашып прям не жатыр. Уже ашып жатыр да қарындары. Міне, бәрі налетелись. Жеп прям. Міне. Бұларға кешке жем беруді ұмытып кетіп едім. Сол себептен өйстіп қарындары ашып жатыр ма деп те ойлаймын. Жалпы міне. Бәрі өзіме қалатын балапандар. Сатпайтын болдым. Вот. Пучиным да өсіп қалды. Уже кәдімгідей болып. Бұларды енді бір семіртем. Жемде тұр қазір. Таза. Жемде тұр. Жемде тұрған балапандар. Көреміз қаншақты семіретін. Так, мыналарға бердім. Міне тоже жем бәрі бар бұларда. В общем, бір сөзбен айтқанда қарында тоқ. Так. Кейлуіміз әлі жұмыртқа келмепті. Так, қазір енді бұларға жемдерін сеуіп берем, көрсетем. Достар, қараңыздар. Жаңа мына кормушканы алып аттым ғой брудердан. Мынандай қып-қызыл не байқадым. Осындай. Бір балапан ауырып жүр ма, білдемесі бар. Мынау кокцидиоздың признагы. Балапандарым. Мен білмеймін точно қайсы ауырып жүрген. Ішінде бір ауру бар, сияқты. Андай боқты ауру ғанақ тышатты обычно. Жарайды, оны көре жатармыз, қазір жемден сеуіп берейін. Міне достар, общем, сеуіп бердім. Вот. Қазір береміз. Онда мына кетті бәрі. Қолымды да берейін, қолымды жеп қойсын. Қолымда жемдер қаққа кетті. Мына жеп қойып, жеп қойып. Қолым шым. Есе кетші барар. Қолым шым жеп қойып. Міне. Жеп атыр қазір. Банкаларын алып шығайын. Сулар вообще нөл. Сулар вообще жоғынан.
кетіңдерші, өздеріңді жемдерін жесеңдерші, маған жоқ. Так, свет қоса тұрдым әзірге. Тамақтарын жеп алсын деп, міне тамақ жеп жатыр. Мен тамақ жеп жатыр, бәрі активно. Осы жем сеуіп беретін боламын енді. Қазір су алып келем. Енді үлкендердің жемін жасау қалды. Вот. Так, енді үлкендердің жемін жасау қалды. Енді қазір соларды жасаймыз сіздермен бірге. Достар, мен үлкендердің жемін жасауға келдім. Оларға енді ана ыдыс не болғандықтан ол ыдысқа жасай алмаймын. Бос болмағандықтан ол ыдысқа жасай алмаймын. Үлкендердің жемін составында бидай кукуруз, потом мясокос, рыбакос. Мясокос, рыбакос. Вот. Енді қазір бұны бір мынандай ыдысқа жасайын деп отырмын. Қазір көрсетем. Осы ыдысқа жасайын деп отырмын. Так, бидайынан аламыз, қосамыз. Қосып отырмын. Қосып отырмын, короче. Енді мясокос мен рыбакосын қосамыз. Так. Рыбакос мен мясокос қосамыз. Қостым, енді қазір береміз. Так, достар, үлкендердің жем бердім. Енді осы шөп беріп жатырмын. Шөп беріп жатырмын. Осындай. Достар, ассаламу алейкум. Сіздермен болған Ерал, жақсы болсын.